Сәлематсыздар ма? Мынау самал мен шығуымыз қиын болып кетті ғой, ожидание деп тұр енді. Так. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Неге ыңғай өстейді екен? Қызық. Мен дауысым естіліп жатыр ма? Иә, даусың естіліп отыр. Адам ретінде Құдай біледі деп бар жауаптылықты Құдайға арта салайын дедім де, содан кейін передумала. Екеуміздің бір неміз болып тұр ғой. Білімсіздігім істемей қояйын, бірақ осы Инстаграмға келген кезде алдымызға жан салатын адамдар болып тұрмыз ғой. Мистический бірдеңе болып қалатын сияқты всегда. Жақсы. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Жақсы. Жақсы болғанда да біртүрлі. Бүгінгі тақырыпқа да байланысты біртүрлі сұрақтар бар. Түсінбей жүрген нәрселер бар. Жалпы мен кішкене ең бірінші мамандығым бойынша мен заңгермін. Иә. 6 жылдай оның үстіне тек қана заңгер емес, өзім криминологпын, содан кейін психологияда специалист по Стамбульскому протоколу деген бар, қазір білмеймін, оны барлық психологтар біле ма, білмей ма. Бұл біз Қазақстан зорлық-зомбылыққа қарсы конвенцияның мүшесіміз. Конвенция против пыток дейді. Сол конвенцияның аясында психологиялық Анкара университетінде 70 мемлекеттен астам, әлемдегі 70 мемлекеттен астам мемлекеттер қосылып, пытки, содан кейін жалпы зорлық-зомбылықтың салдарын қалай анықтау керек, зорлық-зомбылықтың қандай белгілері бар, онымен қалай жұмыс жасау керек, және зорлық-зомбылықтың салдарын қалай құжаттау керек. Психолог маман ретінде, тек қана психолог емес, ол жерде тек медиктерге де арналған осындай үлкен халықаралық құжат бар. Сол халықаралық құжатты біздің Қазақстан 16 жылдан бері қарай қолданып келе жатырмыз. Бұл енді көпке айтыла бермейтін дүние, бұл мемлекеттің жасап жатқанын шын мәнінде көп адам біле білмейді. Мынау Қазақстан Республикасы бас прокуратурасында арнайы прокуратура, спецпрокурорлар дейді, арнайы прокурорлар бөлімі бар. Осы арнайы прокурорлар қазіргі таңда зорлық-зомбылыққа байланысты көптеген қылмыстық істерді, оның ішінде жестокое обращение, бесчеловечное обращение, мынау зорлық-зомбылықтың өзі түрлі сандарға бөлінеді. Жестокое обращение деген бөлек, бесчеловечное обращение деген бөлек, пытки деген бөлек, ненадлежащее обращение деген бөлек. То есть толып отырған осы зорлық-зомбылықтың түрлі нысандары бар. Осыған байланысты мемлекет негізі өте көп жұмыс атқарды, әсіресе 16, 17, 18 жылдары. Оның ішінде мен де бармын, себебі бізді кәдімгі бірнеше әр облыстардан психологтарды білмеймін қандай іріктеп алды ма, қандай критериялармен алғанын кәдімгідей психологтарды оқытты. Өйткені мынау зорлық-зомбылық дегеннің өзі бұл мынандай біздің психологиялық тілмен айтқанда имплицитный дейді,
криминологияның тілімен айтқанда латентті дейді, яғни бұл адам өлсе, ол латентті емес, яғни жасырын емес, да? Ол сразу белгілі болады, білінеді. Ал мынау зорлық зомбылық қылмыстары бұл криминологиялық тілмен айтқанда латентті қылмыстарға жатады. Біз білмейміз, шын мәнінде қоғамда қаншалықты зорлық зомбылық қылмыстарының болып жатқанын, зорлық зомбылық туралы құқық бұзушылықтардың болып жатқанын біз білмейміз. Бұның барлығы латентті сипатталады, яғни жасырын сипатталады деп есептелінеді. Сондықтан да мынау заңның тұрмыстық зорлық зомбылыққа қарсы заңның қабылдануына мен негізі екі қолыммен, екі аяғыммен қол көтеріп, за, шын мәнінде. Неліктен? Себебі енді екі психолог әңгімелесіп отыр ғой, мысалы үшін қазіргі таңда самал барлық психологтарға сұрақты, әйтпесе барлық психологқа баратын адамдарға сұрақ, риторикалық сұрақ деп айтуға да болады. Сіз, мынау біздің пациенттерге, клиенттерге айтамыз, сіз психологқа не жағдаймен барып жүрсіз? Неден емделіп жүрсіз? Міндетті түрде ответ біреу. Психологиялық зорлық зомбылық және балалық шақтағы сексуалды, физикалық тұрғыда тән, ұрып соққан, яғни зорлық зомбылықтың салдарымен жұмыс істеп жүр. Менің, мысалы үшін, бірде-бір клиентім жоқ. Зорлық зомбылықтың салдарымен жұмыс істемей жүрген. Бірде-бір клиентім жоқ. Бұл барлық психологтардың алдына келіп жүрген. Біз ол туралы айта алмаймыз, себебі бұл кәсіби бір құпияны құпия болып есептелінеді. Ал егерде қарайтын болсақ, мына криминологияның саласында, мынау зорлық зомбылықтың 90%-тен астамы, мынау отбасы, туыстары, яғни мынау жақын маңдағы адамдарды құрайды. Субъектілері. Зорлық зомбылықтың субъектісі дегеніміз бұл, яғни ұрып соғатын адам, сексуалды насилие жасайтын адам, яғни түрлі зорлық зомбылықтың түрлі нысанын қолданатын адам, бұл мені келіп, Шымкенттен танымайтын біреу келіп ұрып кетпейді. Мені, например, Америкадан, Африкадан біреу келіп ұрып кетпейді. Міне сондықтан да бұл зорлық зомбылықтың осы танитын жақын адамдар болып есептелінеді. Ал енді қазіргі таңда біз барлық психологтар осы балалық шақта зорлық зомбылыққа төтеп бере алмаған шарасыздың ересекте, ғылыми тілде айтқанда ПТСР дейді, ал қарапайым тілмен айтқан кезде мынау зорлық зомбылықтың қатып, семіп, пісіп, сіңіп, мынау тәнінен өтіп сүйекке жеткен салдарларымен жұмыс істеп отырмыз. Міне сондықтан да бұл заң қазақ қоғамына міндетті түрде керек. Бұл менің маман ретіндегі және адам ретіндегі позициям. Сонымен бірге, менің ойымша, мынау адамға тән бір нәрсе, әйтпесе бұл психологияда ригидность деп аталады, немесе мынау психикалық травманың да салдары болуы мүмкін. Бізде көп жағдайда либо ақ, либо қара. Мынадай бір комплексына, әйтпесе мынау тұтас алып қарау деген қазіргі қоғамда өте аз. Мен ойлаймын, осы жерде көптеген мысалы адамдардың қарсы келіп жатқандарының барлығы осы заңды оқыды ма екен, бұл да сұрақ туғызады. Екіншіден, мынау заңды оқу үшін бізде заңгер ретінде менің бар білетінім, нормалар бланкетті нормалар болып бөлінеді, нормалар отсылочный, нормалардың да түрлері көп.
Яғни бұл деген бір норма мына заңға сілтеме жасайды. Мынау бір норма, мысалы үшін, мынау осы заңның ішіндегі басқаға сілтеме жасайды. Мынау норма мынаған сілтеме жасайды. Яғни мынау заңның өзінде де қатып қалған норма жоқ. Бұл заңды оқи алу, бұл не то что өнер, бұл 4-ші курстың студентінің өзі үшін қиын нәрсе. Бұл кәдімгі кәсіби заңгерлердің оқи алатын дүниесі. Сондықтан үйде отырған адамның мына заңды оқып алып ойбай мынау деген сұмдық екен деуі, бұл дұрыс емес нәрсе. Дұрыс емес нәрсе. Сондықтан да әрбір заңдағы әрбір норманың өзі кем дегенде бір 40 заңға сілтеме жасайды. Бір норманы түсіну үшін, мысалы үшін, бірнеше заңды оқу қажет. Міне осындай жағдай бар. Міне сондықтан да мен заңды оқығанына, заңды оқи алатынына күмәнім бар деп айтуға болады. Біраз халық шулап үлгерді уже. Шулап үлгерді, бірақ та соның барлығы менің ойымша бір түсінбеушіліктен болып жатқан сияқты. Ал егер де былай қарайтын болсақ, бұл мен ең бірінші жалпы түсінбегенім мынау шуға байланысты түсінбеген мәселелерім, және де заңға байланысты түсінбеген мәселелерім деп екіге бөлуге болады. Бірінші шуға байланысты түсінбеген нәрсем, қай қазақтың қай заңына бұл қарсы, қай қазақтың әлімсақтан келе жатқан қай заңына қарсы келе жатқанын мен түсінген жоқпын. Шынымды айтайын, түсінген жоқпын. Неліктен? Өткенде бір сексуалды зорлық-зомбылыққа байланысты бір Шымкентте бір сұмдық жағдай болып, өтірікшінің қайдам, қай телеканал екенде білмеймін, жазып барам, сексуалды зорлық-зомбылық, яғни жасөспірімдерге байланысты. Соған байланысты бір тікелей эфир емес, по-моему, қиып жасады. Сол бір эфирге шақырып, Евразия телеканалы болса керек. Айтайын дегенім, сол жерде маған сұрақ қойып. Мынау Америкада дейді, енді бұл менің ойым емес, сол жерде тілшінің қойған сұрағы. Америкада 12 жастан асқаннан кейін қыз бала бөлмесінің есігін анасынан басқа ешкімге ашпауға құқылы. В том числе ағасына да, әкесіне де. Сонымен бірге дейді, мынау ана қыздың денесіне, 12 жастан асқаннан кейін қыздың денесіне анасы және де медициналық қызметкерден басқа ешкім тиіспеуі керек. Яғни қолын жүгіртпеу керек. Қолын жүгіртсе, ол деген құқық бұзушылық болып саналады. В том числе әкесі, в том числе ағасы. Енді осыған сіз не дейсіз дейді. Сосын мен айттым. Бұл қазаққа қайдан жат? Қалай жат? Қыз 12 жастан кейін есігін ашпаса. Құдай-ау, әлімсақтан келе жатқан осы қазақтың жазылмаған психологиясында да жазылды. Мынау қыздың өзінің оң жағы деген ұғым қайдан пайда болғаны қазақта белгісіз. Қазақта бар нәрсе. Бұл туралы мен енді көсіліп жаздым деп айтсам да болады. Яғни қыз кәмелеттік жасқа толғаннан кейін қыздың тәнінің саулығы, психосексуалды дамуы жалпы қыздың өмірінде өте бір маңызды рөлді атқарады. Егер де кішкентай қызға қатысты, кәмелетке толмаған қызға қатысты сексуалды, қолын жүгірту, сексуалды түрлі зорлық, зомбылық болатын болса, бұл осы қыздың тамырына балта шабылды деген сөз. Сондықтан да қазақтың өзінің ақ отауы, оң жағы, яғни қызға шымылдық құрып, өзінің осы қызға 40 үйден тыйым дегені, бұл қызға қатысты қыздың бір түрмеге апарып тығып қою емес. Бұл осы уақыттан бастап қыздың бойында түрлі жағдайлардың болатындығы, қыздың дайындалып жатқандығы, әлемді әлдилеушіге,
жер ана функциясы дейді ғой, жер ана сияқты функциясының пайда болып жатқандығы, яғни түрлі терең түсініктерді, түрлі құбылыстардың болатындығын көрсетеді. Осыған бір құрметті көрсетеді. Одан бөлек, мысалы үшін, қызға 40 үйден тыйым деген кезде, бұл осы 40 үй, яғни 40 үй деген кезде бұл 40 үй емес қой, бұл 40 үй деген баршадан деген сөз. Қызға деген қол көтермеу, саусақтың ұшын тигізбеу, 40 тыйым. Яғни, мынау қыз деген, мынау тек алақанға салып, әлпештейтін дүниеге айналу керек деген осындай бір қазақтың терең феноменологиялық түсінігі қазір Америкада басты заңдардың бірі екен. Одан бөлек, мысалы үшін осы қазақтың жазылмаған психологиясында да оны ауыл туралы айтып өттім. Кез келген салт алатын болсақ, қазақтың Европадан әкеліп атсындар дейді, мысалы үшін Европадан. Ал психологияға келетін болсақ, қазақтың кез келген салты қазіргі таңдағы Европаның бетке ұстар деген психологиясының енді предметі мен объектісіне айналып отырған дүние. Бұл не дегенді білдіреді? Яғни, қазақтың кез келген психологиялық релевантны дейді ғой, психологиялық мәні бар салттары қазіргі таңда Европаның көзі енді түскен, енді соны зерделеп жатқан, енді соны бір психологиялық бір техникаларға, феномендерге айналдырып жатқан бір үрдісті көрсетеді. Міне сондықтан да әрине бұл менің түсінбегенім осы нәрсе. Келіп жатқан, мысалы үшін, ұядан не көрсе, ұшқанда соны іледі, например. Осы заңнан менің түсініп жатқаным. Әйтпесе, ұрып баланы тәрбиелемеген, баланы басқаша тәрбиелегені, мынау құрсақтан бастап құндылық деп қарағаны. Айтып жатса толып жатқан дүние, яғни менің ойымша бұл жалпы ұрып соғуды тоқтату, қазақтың әрбір баласына деген ұрып соғуды тоқтату. Бұл асырау сілтеушілік емес. Менің ойымша асырау сілтеушілік бұл шала түсінуде болып тұр ғой. Шала түсінуде бір жағынан, екінші жағынан осы заңды, мынау заңдың жазылуы бар, заңның қолданылуы бар. Право применения деген бар юриспруденцияда. Екі бөлек дүние. Право творчества деген бар, право применения деген бар. Сонымен бірге, содан кейін сотпен оның қорғалуы бар. Осы право применениесі, яғни осы тұста әрине өте көп олқылықтар бар. Бұл мысалы үшін аша тұяқ қалмасын деп, әйтпесе Голощекиннің, например, лучше пересолить, чем недосолить деген сияқты осындай дүниелерге алып келу мүмкін. Яғни осы заңды қолдану барысында заңның қолдану механизмдеріне қатысты енді қарын аш десек аз айтқандық, кәдімгі 30 күн оразада 30 күн тамақ ішпеген сияқты жағдайда отырмын деп айтуға болады. Міне осы. Қандай пункттері сізді андай қынжылтады? Мен енді өткенде, Самал, өзің білесің, мен мына жерде үнемі менің бір өзімнің қорғанысым бар ғой. Қазақ тілін мен деген соншалықты терең білмеймін. Сол баяғыда екі соқыр әжелеріме қиссаларды берген мен білем деген сияқты түрлі айтатын бар. Өткенде, мысалы үшін, сөйлем мүшелерім мен мына жерде септіктеп масқарам шықты, өзің білесің. Сол сияқты айтайын дегенім, бұл жерде ол әр өзінің нормаларын өзі зерделер. Бірақ менің ең бірінші қарағаным мынау Стамбул протоколы бойынша маман ретінде қарадым. Яғни қазақша енді білмеймін, қазақша қалай аударып жатқан, жестокое обращение, бесчеловечное обращение, насилие,
сол тұрғысынан мен қарап шықтым заңды. Енді қараған кезде өткенде енді көрсетпедім ғой кімге жазғанымды. Мысалы үшін ертең подвалдарда отырып жұмыс істейміз деп, бұл өзім подвалда отырып жұмыс істейміз деп жазғаным. Бұл әділ аралас болғанмен негізі шын дүние. Енді осы нормаларға қарайтын болсақ, қасыма мына заңды алып алдым. Мысалы үшін заңда психологтар деген, психологтардың қызметі деген сведены к нулю деп айтуға болады. Кәдімгі психологтар деген жермен жексен еткен деп айтуға болады. Мынау ұрып соқты ма, мысалы үшін адам өз баласын ұрып соқты ма, әйелін ұрып соқты ма, осы ұрып соққан зорлықшы деп айтайықшы, мысалы үшін. Осы зорлықшы міндетті түрде медико-психологическую помощь дейді, яғни медико-психологиялық көмекті мәжбүрлі түрде өтуі керек. Мәжбүрлі түрде. Ішкі істер органдарының привод деген бар, яғни алып келу мәжбүрлі түрде. Привод, доставление деген бар, қылмыстық әкімшілік құқық бұзушылық қылмыстық неге байланысты, процессуальный кодекстерде. Осы жерде, мысалы үшін, ішкі істер органдары осы адамдарды медико-психологиялық көмекті өткеруге міндеттеп алып келеді, соны өтуге міндетті. Ал енді осы жерде бар қызық. Медико-психологическая помощь. Оны жасайтын тек қана медиктер. Не істейді екен, маған сол қызық болып тұр олар. Вот, енді осы жерде одан бөлек, мысалы үшін, бұл подпункт 12 статья 1 деп жазыппын, подпункт 17 статья 9 деп жазыппын, ОВД-ның құзыретіне байланысты. Содан кейін 11-ші бапқа келетін болсақ, мынау осы адамдарға, зорлық жасайтын адамдарға программаны, бағдарламаны жасайтын Министерство здравоохранения. Бұл деген, заңды түсініп білгенге, феноменологиялық тұрғыда ойлап білген адамға мынау қара басыма қара күн туды деген, это мало сказано. Бұл нені білдіреді? Біріншіден, допустим, менің мысалы үшін өткен аптада бір әйел келді маған. Былай дейді, осы жолдасыммен айырылысып, жұмыс жасауға, соған бір міндетті болдым, пока ұялып біткенше жалғыз бастана. Қызым 4 жасқа жетті, оған дейін анам қарады, 4 жастан кейін қолым алды, мен 4 жастан кейін дейді, қолым сумаң етіп ұрғысы келіп тұрады дейді анағызды. Өйткені 4 жасқа дейін екеуінің арасында байланыс болмаған ғой. Содан кейін 4 жастан кейін, қазір қыз 6 жаста 1-ші сыныпқа барған, онлайн образование деген сұмдық нәрсе бар. Сонымен бірге екеуі не істерін білмейді ана қызға, өз қызына. Қолым сумаң етіп, жалмаң етіп жүгіре береді дейді қолым. Сон тоқтатуға өзі келді ана. Енді зорлықшы ма, заңның тілімен айтқанда зорлықшы. Қызын ұра бере ме? Ұра береді. Сабақ оқыған кезде тарс өткізіп. Ал енді программаны утверждает МЗ. Сонда мен деген травматерапияны оқып келдім екен, мына басқаны оқып келдім екен, мынау бала психологиясын, мысалы үшін, Ақгүл деген Америкаға барып оқып келді, мысалы үшін, Турцияға барып оқып келді, Калькуттада барып жұмыс жасап келдік. Қазақстанға келіп, кәдімгідей бір жап-жақсы жұмыс жасап жатыр. Өз жұмыс, сенің де жасап жатқан жұмысың, мысалы үшін, менің де жасап жатқаным өзінің жемісін беріп жатыр. Ал енді, сонда, мына программаны қолданудан басқа, мына программадан басқа дүниені менің қолдануға құқым жоқ.
Сенің арт-терапияң, менің процессуалдық соматикалық психотерапиям, Ақгүлдің ойын терапиясы әдірем қалды. Сұмдық па? Сұмдық. Мен мысалы үшін Фейсбукта кішкене басқаша әңгіме өрбиді ғой. Мен екі бірдей депутаттың осындай болып жатыр деген астына комментарий етіп жаздым. Психологиялық тұрғыда пікірлерімізді қалай жіберсек екен, қайтып жіберсек екен, не істесек болады екен. Пока ответ жоқ. Вот. Енді айтайын деген, сонда мен деген, бұл программамен мен келіспеймін. Мен мысалы үшін сот эксперті психологым. Даптарда диплом бар. Кәдімгідей халықаралық деңгейде бұл диплом признан. Мемлекеттік деңгейде признан. Оны деген кәдімгі оқып келдім. Кәдімгі дипломды жаздым. Қазақстанның заңнамасы бойынша балаларды ата-аналарды балалардан ата-аналық құқығынан айыру мәселелері деген тақырыпта кәдімгідей дипломдық жұмыс жаздым, өкіртіп. Осының барлығын мен мысалы үшін институт судебных экспертизаға барып жұмыс жасап отырған жоқпын. Неліктен? Себебі қазіргі таңда біздің мемлекетте независимый эксперт болуға болады болып біріншіден. Екіншіден, мен өзімнің басында тәуелсіздігім болған кезде, мен ешкімнің айтқанын орындамаймын. Қаншама мысалы үшін осы институтпен де бірге жасадық, институттан бөлек бірге жасадық. Енді бұл әрбір маманға тәуелсіздік деген керек қой. Ал получается, мен деген отырып алып, мына жерде маған ана әйел келді, қызымды сабалап ұрып жатырмын, ойбай тоқтатуым керек мынаны деп. Ана программаны деген мен деген отырып программамен бетіп отырып, қаздиып, сыздиып отыруым керек. Ал ол программа қандай программа? Көкем-ау, сендер деген, мысалы үшін деген, конвенция против пытокты сендер білесіңдер ма? О правах ребенка білесіңдер ма? Стамбульский протоколды білесіңдер ма? Басқаны білесіңдер ма? Во-первых, МЗД психологтар өте аз. Ол жақта психиатрлар жұмыс жасайды. Ал енді психиатрлар деген, мысалы үшін, білеміз. Сонан Франклдың кезінен айтып келе жатыр. Психогенді дүниелерге нейролептиктарыңды қоя тұрыңдар дейді. Сонда мысалы қызын деген тарсылдатып ұрғанға, қатынын тарсылдатып ұрғанға, жарайды, осы жасалсын, мемлекет өзіне алсын осы қызметті. Бірақ та қаншалықты оларды нейролептиктермен емдеу, міндеттеп, мысалы үшін, сол психиатриялық клиникаларда емдеу, қаншалықты дұрыс? Но кто сказал, что каждое жестокое обращение это сопровождается с какими-то психотическими нарушениями? Ну, кто сказал? Сонда получается, біздің психологтарды кәдімгі қолы да, аузы да, миы да, когнитивті сферасы да, оның духовный развитиесі де, мынау кәсіби мамандығы да, аяғы да бәрі деген, мынаның ішінде. Зынданда деп айтуға болады. Это просто ужасно. Бұл деген кәдімгі, сонда получается, кәдімгі НКВД-ның заманына келдік, получается. Мен деген мына жерде отырып алып, Стамбульский протоколым бар, басқан бар, тарсылдатып деген мына жерде кәдімгідей адамдармен жұмыс жасап отыр. И в любой момент меня могут обвинить в незаконной деятельности и тарсать в түрмеге жауып қояды. Не болды сонда? Лучше мне вообще не работать психологом. Бұл біріншіден. Екіншіден. Бізде қазір деген мынау медициналық организацияларда бұл енді центр психического развития, центр психического здоровья деп аталады. Қазіргі таңда есть тенденция мынау психическое здоровье, яғни психикалық денсаулық саласында. Мынау тек қана бұрынғы енді психиатриялық клиникалар ғой, бұрын барлығы бір жерде шоғырланатын болса, қазір психиатрларды поликлиникаларға жіберіп жатыр. Сонда получается,
қазіргі осындай бір психикалық аурулар, бұзылыстары бар адамдарға монотерапия дейді. Яғни тарсылдатып деген нейролептиктерді тарсылдатып қолдана бермей, психотропты заттарды тағы басқаларды, оларды азайту, барынша онсыз жұмыс істеуге тырысу деген әлемдік деңгейде ұстаным бар, принциптер бар психикалық, менталды денсаулыққа байланысты. Содан кейін кәдімгі поликлиникаларда емдеу мүмкіндіктерін жасау деген дүниелер бар. Осындай вроде как әлемдік деңгейдегі бір салауатты, содан кейін бір цивилизованный бір мемлекетке енді айналып келе жатқан кезде, мысалы үшін аффект жағдайы бол, басқа жағдай бар. Осындай түрлі жағдайларда зорлық-зомбылықты оны апарып тоғыту қойша. Насколько это оправдано, мен оны білмеймін. Ойға қонбайтын нәрсе. Мүлдем ойға қонбайтын нәрсе. Үшіншіден, мысалы үшін осы неге қарайтын болсақ, заңға тағы да қарайтын болсақ, жалпы осы зорлық-зомбылық мәселелерімен психологтар емес, тек қана медиктер айналысады. Это что означает? Мысалы үшін менің енді магистратурам бар, тағы басқа білімдерім бар. Соларды осы Қазақстанға алып кеткен кезде, сот саласында жұмыс жасағаннан кейін, өзім заңгер болғаннан кейін, мен заңды ұстанатын адам. Барлығын кәдімгідей 20 мыңнан астам ақы төлеп, әрбір дипломымды кәдімгі осы Қазақстанда признание деген болады. Яғни таныту. Нострификациясы бар, признаниясы бар, осындай процесстер бар. Білім құжаттарына байланысты. Соның бәрін жасаттым, мысалы үшін. Болонский процесске соның өз бір ұйым бар, сол ұйым таниды осы Қазақстанда осы құжат жарамды деп. Сол кезде мен, мысалы үшін, магистратурам бойынша психология мамандығының мұғалімімін. Ал осында келген кезде әлеуметтану магистрі деп признали менің дипломымды. Әлеуметтану магистрі. Психологиялық факультет Қазақстанда енді ашылып жатыр. Біздің мынау нелерде мамандықтар, квалификациясы, специальность дейді ғой, ол жерде психология деген мамандық әлі жоқ. Біз әлі күнге дейін осы әлеуметтік пәндердің бір саласында жүрген, кім екенімізді әлі танып білмеген адамдармыз. Мамандық ретінде. Мысалы үшін, сенің дипломыңда не деп жазылып тұр? Психолог. Специальность психолог деп жазылып тұр ма? Қазақстанның бергенінде. Психолог маман. Ал бізде нелерде кәсіптердің реестрі дейді ғой, әлі психологтар жоқ. Сондықтан да осындай қабылданған жоқ, ол? Жоқ, бізде мысалы үшін психолог деген мамандықты әлі бермейді Қазақстанда. Мынау заңның деңгейінде әлі жоқ. Бізде, например, енді ашылып жатыр. ЕНУ-да ашылып жатыр, АГУ-да ашылып жатыр. Бізде барлығы педагогика, психология деп осы уақытқа дейін келді. Педагогика деп жазылып тұр тоже. Сондықтан да мынау кәсіби психолог оқытушысы, яғни психолог деген, мен білмеймін, енді Қазақстанда ондай диплом, қазақстандық вузды бітірген Қазақстанда психолог, мынау біліктілігі психолог деген маманды әлі кездестірген емеспін мен. Потому что ондай жоқ. Сондықтан, ал енді бұның бәрін соншалықты неге қазбалап айтып отыр? Қарасаңыз, бәріміз педагог-психолог. Қарасаңыз, барлығымыз әлеуметтану магистрлары. Ал енді бұндай зорлықшылармен тек қана медиктер айналысатын болса, мен не істеуім керек? Аяқты байлап қойыпты ғой кәдімгі. Біріншіден. Екіншіден. Мысалы үшін, мен кәдімгі бар ғой да, сот экспертизасы болмаса, көп психологтар негізі түсіне бермейді. Сот экспертизасына түсінгендер ғана көп біледі. Неліктен?
Себебі мысалы үшін қаншама экспертиза болды зорлық зомбылыққа байланысты, қаншама экспертиза болды. Кәдімгі сексолог қатысады, психолог қатысады, психиатр қатысады, нарколог қатысады, тағы басқа да. Әркімнің өзінің предмет деятельности бар, өзінің қызметінің пәні бар. Мынау зорлық зомбылықтардың салдарын анықтау, зорлық зомбылықтың бұл психологиялық астарын ашу, әлімсақтан психологтардың ісі. Психологиялық сұрақ қойылған кезде психиатрлар не относится к компетенции деп жауап береді. Вот как они будут работать в сфере жестокого обращения, бесчеловечного обращения, сексуального насилия, в целом насилия, как они будут работать, это знаешь, как маған Лобачевскийдің геометриясымен бүгіннен бастап айналысу керек, понимаешь? Мен мысалы үшін Лобачевскийдің геометриясы түгілі мынадай геометрияның өзімнің 9 класс білімім бар. Мен қайдан білемін Лобачевскийдің Лобачевскийдің геометриясын? Тура сол сияқты, білмеймін. Маған мүлдем қызық, вообще, если осы күйде қабылданатын болса, ондай болса, ол психиатрлардың, байқұстардың не істейтінін, қалай жұмыс жасайтынын, это не то, что нереализуемые нормы, это против логики нормы, против человечества нормы. Как это психиатрлар? Это знаешь, как вот получается психологиялық факультеттер жалпы кеңес үкіметінде 67 жыл пайда болды ғой. 67-ге дейін психологиямен тек қана врачтар айналысты. Неліктен мысалы үшін барлығы медиктер 67 жылға дейін. Себебі тек қана медиктер айналысқан. Сол біздің 67 жылға дейінгі кеңес үкіметіне қайта оралуымыз деп түсінемін, одан басқа ешқандай түсінбеймін. Яғни 67 жыл мынау заңның психологияға қатысты нормалары Қазақстанды 67 жылға дейінгі кеңес үкіметіне қайта оралту. Енді ал допустим қолданылды, уже бекітіліп кетті заң, барлығы солай болып кетті. Қандай последствияларға дайын болу керек адамдар? Біздің мамандар ма, жоқ адамдар ма? Адамдар да, мамандар да, ақыр заманның қандай белгілері болады деп жатырмын ғой. Менің ойымша, жалпы мынау заңның адамдар үшін енді берері кез келген заңның қызметі бұл предупреждение, превенция деген бар криминологияда, яғни көптеген дүниелердің алдын алады. Мен ұрып соғуға қарсы адаммын, маманмын. Осы уақытқа дейін балаларым ұруға мәжбүрлеген жоқ. Балаларымды ұратын жағдайға түсірмепті, шүкір. Шүкір. Иә, айтайын деген, баланы ұрмай-ақ тәрбиелеуге болады. Баланы ұрудың салдары жалпы тілмен айтқан кезде екі жақтың да мынау шарасыздығын көрсетеді. Біріншіден баланы ұрған кезде мынау адам қолдың деңгейіне түседі, ал қолда нерв жүйелерінен басқа мынау санада, рухта, ақыл, ой, жан ештеме жоқ қой. Яғни қутаяқ қой, мынау қутаяқ. Ну, это же периферические нервы, например. Без рук же можно жить. Яғни осындай қолдың деңгейіне түседі да адам баланы ұрған кезде. Ал ұрылған бала, соғылған бала, бұл егер өте жақын адамынан осындай таяқ жейтін болса, онда әлемді жау көріп өседі. Бұл бір ғана, бұл бер жағы. Ары қарай оны саралай беруге болады. Сондықтан да осы ұрудың алдын алу өте бір дұрыс нәрсе. Бірақ
жаза ол превенциялық өзінің қызметін атқаруы мүмкін. Менің ойымша, мынау ұрып соғу, зорлық зомбылық мәселесіне келген кезде оның алдын алу қажет. Алдын алу неліктен қажет? Себебі кез келген, мен алдыма келген, мысалы үшін, бірде-бір ананы көрген жоқпын, бірде-бір әкені көрген жоқпын. Осы тек қолының қышуғанып, бір рақаттанып баласын ұрған адамды көрген жоқпын. әрине. Бұл психопатология. Ол бәрімізге белгілі, бұл психопатология деген өте аз дүние. Енді әрбір адам өзінің баласына жақсы қарайтын. Мысалы үшін, мынау көшеде қазір деген шығып жүргендердің барлығы да баласынан айырылып қалғысы келмегендер ғой. Яғни осы заңның төңірегінде бір мүддеге екі жақ тайталасып жатқан сияқты. Яғни ата-ана да бала үшін, баланың мүддесі үшін, мемлекет те баланың мүддесі үшін. Об одном и том же говорят, но на разных языках. Ал енді бұл хорошо, ұрып соқпасын. Ұрып соқса жаза болады екен. Просто мысалы үшін маман ретінде самал. Ең бірінші біз сұрақ қоямыз. Егер де сіз балаңызды ұрмасаңыз, не істейсіз? Что делать? Если, например, ол жайдан жай ұрып отырған жоқ. Бары жетесінің жеткені сол болып тұр ғой ұрған кезде. Ол жетеге ұрмау керек деген сигнал келді. Ары қарай не істейді ол? Балаға қарым-қатынас жасауды біле ма? Балаға қарым-қатынас жасауды білсе, баланы тереңінен түсінсе, ата-ана мен баланың арасындағы қатынастың это наше все екенін білсе, мынау ата-ананың бұлақ екендігін, қорғаныш екенін білсе, баланың өміріндегі алатын орнын білсе, бүкіл психологияның осы ата-ана мен баланың қарым-қатынасына негізделіп отырғанын білсе, осы ұрылар ұрмайды ғой. Өзінің мынадай толағайдай тұлғасын білгенде баласының алдындағы толағайдай болмысын, өзінің берерінің жер мен көктей екендігін білген кезде қай ата-ана ұрсын баласын? Ал енді медиктар, психолог емес медиктар, осыны ата-анаға қалай түсіндіреді? Я не знаю. Сондықтан да бұның алдын алу мәселелері өте қажет. Мысалы үшін, то же самое, ойбай, қазақ баласын ұрған. Қазақ баласын қашан ұрыпты? Қалай, мысалы үшін, Абайды жермен жексен етіп ұрған Зерені көрдік па? Бұл жерде, мысалы үшін деген, әй деп тайт дегенге заң арналмаған ғой, бұл жермен жексен еткенге қарсы бағытталған заң ғой. Сондықтан да осы жерде заңның бермейтіні, халықты қорқытады, үркітеді. Ал енді балаға не істеу керек? I don't know. Яғни ата-ананың бейшаралық қалпын одан сайын арттырады. Заңның қазіргі кездегі осы редакциясы, мен редакциясын қарап отырмын, 21 қаңтардағы редакциясы екен, мәжілістің сайтынан алдым. А что делать с этим бейшаралық кейіппен? Бейшара болғаннан кейін ұрады. Это же баланы ұру деген өзінің баланың деңгейінен де кішкентай екен. Бейшара екендігін мойындайды ғой. Мойындатып тұр ғой ата-анаға. Если что, мен подвалға түсуге дайынмын. Сондықтан білмеймін, ол психологиялық кәдімгі жұмыстар жүргізілу керек, психологиялық кәдімгі хабарлар таратылуы керек. Мысалы үшін қазақ радиосында қанша тегінде жұмыс жасалды. Қазір енді ақысын төлеп жатыр. Жалпы осындай түрлі хабарлар, мысалы үшін түрлі білмеймін,
мен негізі тренинг деген вообще өткізбеген адаммын, тренингке қарсы адаммын. Тренинг болмағанмен, білмеймін, мемлекеттің тарапынан қолдаса, менің ойымша мынау зорлық зомбылықтың алдын алудағы ең бір жасап отырған қателігі психологтарды өлтіру емес. Осы психологтарды зорлық зомбылықтың алдын алуға пайдаланатын ең алғашқы құрал, жалғыз құрал екенін мемлекет түсінбеген сияқты. И мне очень жаль. Потому что вот самал, зорлық зомбылыққа қарсы психологтан басқа кім не істейді? Түсініп тұрмын, иә, барлығын сезіп тұрмын. Бірақ психологтарды өлтірген. Психологтан басқа мемлекеттің құралы жоқ. Мысалы үшін, мен деген енді мынау психолог деген жалпы адамның мынау психикасы, адамның психической деятельность дейді. Бұнымен психиатрлар айналыспайды, олар тартылдап психической деятельностін тартылдап нейролептиктерге бағындырамыз, не істейді олар? Адамның бағытталуы, мысалы үшін психологиялық ұғымдар әлім сақтан, направленность человека, психическая деятельность человека, коррекция психической деятельности, бәрі психологиялық ұғымдарына зорлық зомбылықта. А осының бәрі пішту. Енді айтарға сөзім жоқ. Сондықтан халықты ол заңмен қорқытып, бейшара күйге әкеп қойды. Иә. Ал ол бейшара күйден шығарудың жолы бұл заңда көрсетілмеген. Единственный норма, бір ғана норманы қарадым. 16-шы заңда бір ғана тармақша, 16-шы статьясында, бабында, бірінші тармағының 4-ші тармақшасында обеспечивает организацию психологической помощи обучающихся и воспитанников, пострадавших от насилия в сфере семейно-бытовых отношений дейді. Яғни, оқушылар мен тәрбиеленушілерге, которые пострадали от насилия в сфере семейно-бытовых отношений. А сколько не пострадавших? А почему нельзя им, например, психологическую помощь оказать? То есть, получается, ұрып соғылған оқушылар мен воспитанниктарға мектепте психологиялық көмек көрсетіледі. Болды. Психологиялық көмек ұрып соғылған балаларға мектепте көрсетеді. Болды. И то по той программе, что Эмза придумал. Мен бұған қарсымын. Мен заңға емес, сондықтан мен осындай психологиялық көмек барысындағы нормаларға қарсымын. Мысалы үшін, қазір енді өзімнің басымдағы жағдайды айтамын. Менің қызым соңғы бір апталарда кейде көзін осылай жыпылықтатады. Мен үшін это вообще, это кошмар, это ойбай, это невроз, мынау деген көзін жыпылықтатып жатыр, неге көзін жыпылықтатып жатыр, не болып қалды оған тарсылдап. Сонда қарасақ, не болып қалды екен бұған? Ұрылмайды, соғылмайды, көз жыпылықтатады. Сурет салған жақсы көреді, суретке барған 4 жыл бойы, ал қазір онлайн сурет. Сурет салмаса тұра алмайды. Өзі сондай дарынымен дүниеге келген бала. Сурет сала онлайн сабақ өтеді, 1,5 сағат. Содан кейін ағылшын тілін өте жақсы көреді. Ағылшын тіліне барады аптасына 2 рет. Бұл да 1 сағаттан астам, содан кейін жұмысын орындайды. Онлайн сабағы бар. Тапсырмаларды телефон арқылы жібереді. Қарасам күніне 5-6 сағат телефонға телміріп отырады. Бұның бұлшық еттері әлі қалыптаспаған баланың. Сол көзін, видимо, шаршайды и жыпылықтатады да. Содан кейін ойбай, не істеуге болады, мынау деген ағылшынға бармай қоясың десем, ағылшынға барам дейді. Өзі жақсы көретін, өзі екеу-ақ қалды қазір. Ағылшынға барам. Сосын не істедік, мысалы үшін бізде орталығымызда ағылшын тілінде, Ақгүл енді ағылшын тілінде оқыған ғой. Содан кейін айттым, Ақгүл, срочно ағылшын тілінде топ ашу керек.
Менің қызым деген, білмеймін, ешкім келмесе келмейді, менің қызым деген, менің қызым келеді, ағылшын тілінде сонымен жұмыс істе. Ағылшын тілінде ойнайсың ба, ойнамайсың ба, мынау онлайн сабақ дегенді құрттым. Мынау не сұмдық мынау? Ұрылып соғылмаған бала уже вот бүйтіп келе жатыр. Сөйтіп соның бір нәрсені мынау алған кезде оның орнына бір нәрсені беру керек қой. Яғни ата-анаға ұрма дедік па? Ұрма дегенмен тоқталып қалмай, оның орнына не істеу керек? Конституцияда жазылады. Ата-ананың мынау балаға қарау, тәрбиелеу, ол өзінің табиғи құқығы дейді. Осындай бір табиғи бойына біткен мейірімі, мынау болмысы, осындай ұрып соғумен шектелген ата-ана и так көрсетіп отыр өзінің бойындағы бұзылыстарды. Сондықтан ұрма дедік па, оның орнына бірдеңе беру керек. Осы жерде менің есіме келіп отырған, мысалы үшін ана Эрвин Ялм ұрлай беретін экзистенциальная психотерапия, по-моему, называется, кітабында сол айтады ғой, клептоман өзінің пациентін емдеген кезде, ұрғың келген кезде дейтін, ұрлағың келген кезде, сонда клептоман кішкентай дүниелерді ұрлайды екен, центтің көлеміндегі. Ұрлағың келіп кеткен кезде маған хабарлас, қанша центтің затын ұрлағың келіп тұр. Мен соны саған беріп отырамын дейді. Сөйтіп бірнеше айдан кейін клептоман превратился в обычного человека. Психолог жасап отыр. Ешқандай нейролептиктермен емес. Міне сондықтан да менің ойымша мынау заңда ұрып соққанды тоқтат. Ол неге ұрып соғып жатыр, қандай жағдай әкеліп ұрып соғып жатыр, ұрып соғуды тоқтатудың жолдары, ұрып соғуды тоқтатқаннан кейін ары қарай не істеу керек, ештеме жоқ. Психологтардың бәрі сведены к нулю, медиктер жұмыс жасау керек, ұрмау керек. А онда не істеу керек ұрмаса? Бұған жауап жоқ. Бұнымен қатар ең маңызды дүние, мынау маман ретінде білеміз, бала үшін ата-анамен қарым-қатынас өте маңызды. Бұл мынау жаратқанның, мынау жаратылыстан келе жатқан дүние. Сондықтан да баладан ата-ананы айыру деген, бұл это исключительный случай, как смертная казнь. Это такие случаи исключительные. Бұл кәдімгі өлім жазасымен бірдей дүние баланың психикасы үшін. Сондықтан да ата-ананы баладан айыруға болмайды. Ата-ана баланы ұрды ма? Ата-ананы психологиялық коррекция жасау керек. Ал ол біздің заңнамаларымыз бойынша медиктердің емес, психологтардың ісі. Міне осы жерде, білмеймін, МЗ қайда қалып кеткенін білмеймін, психологтар қайда қалып кеткенін білмеймін. Енді заң қабылданып та үлгерген дейді ғой, бірнеше оқылымы болып. Осындай дүниелер шешілмеген, осындай фундаменталды дүниелер шешілмей, оның орнына одни запреты. Подвалда өзіңе орындайын қойдың ба? Алматыда подвалдар көп шығар. Депутаттарға хат жаздыңыз ба? Не істейміз? Мен не істей аламыз деген нәрсе бар да. Барлық қандай варианттар аз болып тұрғаннан кейін отырып қалдым бүйтіп. Аз болып қалғаннан кейін не дейсің? Қол аяқты байлап қойған сияқты состояние шынымен де. Енді мен бірнеше депутаттарға Фейсбукта жаздым, кәдімгі ашық парақшасында өзінің посттарының астына комментарий ретінде.
жауап бермесе, енді ойлап отырмын келесі жұмада өзім жалпы дипломдық жұмысымды қосымша етіп жіберем ба, содан кейін қандай да бір өзімнің кәсіби мамандығымнан алған дүниелер, яғни бір хатты жазу ойымда бар. Ата ана мен баланың арасында қарым қатынас, заңның психологтарға жасап отырғаны, бұл это, знаешь, выглядит так, нан жабуға қазір мода болып кетті ғой, мынау клейковина деген сор екен деп оң қолданбайды. Сондай болып тұр ғой, мынау нан жабам деп оң қолданбай тұр ғой. Нан жабу барысында ұн зиян екен деп тұр ғой. Нан жабу барысында ұнды ликвидировать ету керек деп тұр ғой. Вот, осындай дүниелер туралы енді өзімнің арымның алдындағы мәселе деп жазып көп тырысам, білмеймін оны қалай ары қарай шешетіндерін, но принципиально неправильный направленный закон, но с хорошими намерениями. Вот примерно так. Бұндай заң қазаққа керек, Қазақстанға керек, бірақ в другого содержания. Не те вопросы разрешены, не так разрешены. Вот. Бұл енді тек психологиялық жағы. Біз енді филологиялық басқа тұстарына бармай қойып, басқа тұстарына педагогикалық, психологиялық тұрғыдан дұрыс емес. Өте дұрыс айттыңыз. Ұрмаса не істейді деген кезі шынымен адамды ойландырады. Көрермендердің бәрін тоже ойландыру керек. Негізі шынымен не істейді ұрмаса? Өйткені барлығы жаралы, ұратын адам өзі де жаралы. Иә, ол жайдан жай ұрмайды. Бір ғана пример сол менің клиентімді айтайын. Мен кәдімгідей келіп отыр, мысалы үшін айтады, осындай сабақ оқыған кезде ұрғым келіп кетеді, ұрам дейді. Енді жылап еңіреп айтып отыр. Өзі келіп отыр. Сосын мен айттым, сіз дедім, мысалы үшін, қазір жарайды, сіздің өзіңіздің терапияңызды өтейік. Бірақ баланың жасы қазір 7-де. Ол уже ұрылған бала. Сізбен бүйтіп созылып жүрген кезде баланың бойында уже салдарлар бар, если сіз ұра берсеңіз ол баланы. Сондықтан баланы бала психологына алып бару керек. Мен кәдімгі рекомендация жасадым. Кәдімгідей бала психологына барыңыздар екеуіңіз, сөйтіп ұрмаса вообще как взаимодействовать, соны үйрену керек. Содан кейін содан кейін мен байқадым, болады ғой бір өте правильный, кәдімгі очень конструктивная речь, прямо вот бір ауыз артық сөзі жоқ, прям сыздей отыр тек. Қаздей отыр дей ма? Иә. И содан кейін осылай қарасам, бір ешқандай импровизация жоқ, мысалы үшін. Өте прямо терең әңгімелер айтып отыр. Содан кейін сұрадым енді. Сіз вообще негізі баламен бала болып ойнап көрдіңіз ба балаларыңызбен? Көзі шарасынан шығып кетті. Баламен ойнауды білмейді. Сонда вообще өзіңіз бала болып көрдіңіз ба? Өзіңіз секіріп көрдіңіз ба? Мәселе қайда жатыр? Сонда мысалы үшін оның ұруының себебі жаман болсын деп ұрып тұрған жоқ қой. Айтып, элементарный нәрселер түсінбейді бала. Сосын ұрам дейді. Сосын айттым, сосын енді бала ата-ананың бар түсінгені біріншіден балаға балалықты кешірмейді. Баладан ересек болуды талап етеді. Напомню, баланың жасы 7-де. Өзі баламен тіл қатуды білмейді. По сути, баладан балалықты отбирает. Ал өзі бала болып көрмеген. Енді 90-шы жылдар кім бала болып көрді? Ешкімнің әкесі жоқ, ешкімнің шешесі жоқ, бәрі деген дорба арқалап жүр, бәрі деген нан табудың соңында жүр. Әйтпесе, как минимум, психологиялық стресс пен депрессияда жүр 90-шы жылғы ата-аналар мысалы үшін. Бала болып көрмеген өзі. И содан кейін баламен бала болуды білмейді. Баланың, вообще 7 жасар баланың, қалай айтсам ол 7 жасында
үйді жинап, сиыр сауып, тамақ пісіріп сөйткен адам ғой. Ал енді 7 жасар баланың осы әл ауқатымыз жақсарған тұста қалай бала болу керек екенін миына кіріп шықпайды да. Бала болып шашса, бала болып секірсе, тарс еткізіп кіріп. Оны деген лечить же надо. Причем психологтар этим занимается. Баламен бала болу керектігін, балалық шақтың импровизацияның бұл адам өміріндегі маңызды орнын, осының барын деген кәдімгі коррекция жасау керек. Сондықтан да ол байғұс енді ұрғысы келіп ұрып отқан жоқ қой, баламен бала болуды білмей отыр ғой. Осындай мәселелер бұл психологтардың жұмысы. Сондықтан ұрмаса не істеу керек? Ұрмаса ата-ана болуды үйрену керек. Ұрмаса баламен бала болуды үйрену керек. Ал оны медиктер қалай нейролептиктермен үйретіп тастайтынын мен білмейді екенмін. Вот осындай мәселелер. Нейролептиктермен ойбу не істейміз? Бізді кәдімгідей. Мектептің мұғалімдеріне болады екен, бірақ тек қана ұрылған бала келу керек алдарына ол үшін. Мына жерде осы арнайы комиссия деген ба, мынаның атауын жазған ғой. Соған байланысты, жалпы психологиялық көмек дегенге байланысты, компетенция местных органов государственного управления в сфере противодействия насилию в сфере семейно-бытовых отношений дейді. Яғни бір местный орган құрылайын деп тұр ғой, в сфере семейно-бытовых отношений. Сол органда, получается, психологиялық көмек алуға болады, но только тем, которые обучаются и воспитанники, пострадавшие от насилия в сфере семейно-бытовых отношений. Ал ұрған әйел, өзі сорлап отырған әйел, бұған барып психологиялық көмек ала алмайтын болып тұр ғой сонда. Сұмдық қой, сұмдық. Каша-маша жасап жүрген сияқты кәдімгідей. Иә. Яғни ұрылғандар барып ала алады, и то олар обучающий мен воспитанниктар, яғни кәмелетке толмаған балалар. Ал қалғандарының барлығы нету гарантия қайтадан ұрылмайды. Welcome to психиатрияға. Осындай жағдай. Енді бұл заңгерлердің де айтып жатқаны дұрыс, заң қабылдану керек. Вот такие вот. Мынау зорлық, зомбылық деген мәселенің өзі бұл психологиялық ұғым. Негізі бытовое насилие деген психологиялық ұғым. Өте маңызды ұғым қазақтар үшін әсіресе. Сондықтан осындай осал тұстары бар. Жақсы, Самал, қызығушылық танытқаныңызға рахмет. Мен түсінгім келді, заң не болды кішкене, өйткені шынымен де заңның іші өте қиын ғой. Дұрыстап түсініп алғың келеді екен, не болып жатқанын шынымен де. Содан кейін өткенде де мен айттым, бұл заңды түсіну үшін тереңдік керек, білім керек, бұл біріншіден. Екіншіден, кез келген ұратын адам бұл ұратынның күшін көрсетпейді. Оның әлсіздігін, оның шарасыздығын, оның бір сондай бір тұстарын көрсетеді. Бұл әрине оған жауапкершілікті артпау керек деген дүние емес. Бұл жауапкершілікпен қоса белгілі бір жұмыстарды жүргізу керек дегенді білдіреді. Сондықтан да бұл мемлекеттің, медициналық ұйымдардың, мемлекеттің ата-аналарға бас салуы бұл дұрыс емес тенденция. Себебі әлемдік деңгейде біз психиатрияны кемелдендіріп, әлеуметтендіріп жатырмыз. Ал мына заң бойынша әлеуметтік мәселелерді психиатриялық мәселелерге, медициналық мәселелерге айналдырып жатыр. Бұл кәдімгі менталды денсаулық саласындағы әлемдік үрдістерге диаметрально противоположная тенденция. Противоположно, және де дұрыс түсіндім бе, сонда бізді противозаконно болып қалды ғой бәрі. Енді мысал үшін қазір сен зорлық-зомбылық мәселемен айналысатын болсам, онда алдыма ата-ана келсе, мен бала-шағамды ұрам, осындай қоя алмай жатырмын деп. Онда мен деген анау бір программамен жұмыс жасауым керек, мемлекет берген. Әйтпесе
медициналық ұйымға отправлять етуің керек. Мм. Егер өзім заниматься етсем, ондай болса қылмыс жасап отыр. Бұл енді білмеймін, франкл түрі болса, не дейтінін. Доктор и душа деген кітабы күлге нетіп тұрған. Осындай жағдай. Жақсы, бұл заң бойынша енді мен ойлап отырмын, мүмкін заңгерлер де қызығушылық танытар мына психологиялық мәселелеріне. Көреміз, жазатынын жазайық, айтатынды айтайық. Бірақ аттандап шаба бермей, әрбір істің байыбына барып, тексеріп, өз көзімен қарап, содан кейін бір кәсібилік таныту өте маңызды сияқты. Иә, дұрыс айтасыз. Үлкен рахмет ашып бүге жүйесін түсіндіріп бергеніңізге. Жақсы. Білмеймін не айтарымды. Өзімнің де айтарым. Өзімнің де қарным аш. Зорлық зомбылық дегенде просто барлығы зорлық зомбылық қой. Барлығы содан зардап шегіп жатыр ғой шынымен. Айналып келіп бір тупик болып тұр шын мәнісінде. Енді халық болып көріп отырған көрермендер депутатқа хат жазыңыздар, онда өз ойларыңызбен, мезгілдеріңізбен қолдан келгенін істеуге басқа амал жоқ сияқты шынымен де. Сізбен тағы да осы заң аясында белгілі бір ақпараттар шығып жатса, тағы шықса бола ма? Әрине, иә. Бүге шүгесінен өстіп түсіндіріп беретін бір белгілі кәсіби білікті маманның ойы, пікірі өте маңызды, мен үшін де, басқалар үшін де. Үлкен рахмет. Жақсы. Барлықтарыңызға рахмет. Келесі кездескенше, зорлық, зомбылық бұл адамның табиғатына қарсы дүние. Мен үнемі айтам, алдымен әлем пайда болды, бұл адам пайда болды, бір-біріне деген мейірім, тағы басқа әдемілік пайда болды, мысалы үшін өмірде. Содан кейін барып қана зорлық, зомбылық пайда болған. Сондықтан да зорлық, зомбылық бұл адамның табиғатына жат нәрсе. Адамды да бір хайуаннан бір басқа дүние екендігін көрсететін зорлық, зомбылықсыз да адамды тәрбиелей алады. Сондықтан да зорлық, зомбылықтан алыс болайық. Ол үшін өзіміздің адамшылығымызды арттырып, өзіміздің адами келбетімізді кемелдендіруіміз керек сияқты. Жақсы, тағы да тікелей эфирлерде кездескенше сау болыңыздар. Кездескенше рахмет. Жақсы, рахмет, Самал.